Қазақстан қорықтары, заповедники Казахстана. Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы. Құрылған жылы 1976. Орналасқан жері Шығыс Қазақстан облысы. Тіркелген аңдар мен құстар: аю, сілеусін, бұғы, арқар, қасқыр, қарақұтан, аққу. Қорықтың жалпы ауданы 75 мың гектар. Оның 44 мыңын көл айдыны құрайды. Қорық ауданындағы климат қатаң континентті. Қорықта сүтқоректілердің 39 түрі мекендейді. Оның ішінде аю, сілеусін, бұғы, арқар, қасқыр және құстың 200-ге жуық түрі. Оның ішінде қара құтан, аққу, 5 түрлі балық кездеседі. Көлде балықтың бірнеше түрі, мөңке, майқан бар. Бұлардың ішінде ең бағалысы мөңке. Оның еті өте дәмді. Өсімдіктің 721 түрі кездеседі. Үстірт мемлекеттік қорығы. Құрылған жылы 1984. Орналасқан жері Маңғыстау облысы. Тіркелген аңдар мен құстар: үстірт муфлоны, қарақұйрық, ұзын тікенді кірпі, шұбар күзен, 4 жолақты қара шұбар жылан, қарабауыр шіл, кекілік, ителгі, шөл кекілігі. Республикадағы ең жас қорықтың бірі. Қорықта сүтқоректінің 227 түрі, құстың 11 түрі, өсімдіктің 261 түрі кездеседі. Қорықтың мақсаты: Қазақстандағы қызыл кітапқа тіркелетін шөл зонасындағы 12 түрлі аң мен құстарды қорғау мен сақтау. Жануарлар арасынан қорғауға жататыны: жабайы қойдың ерекше түрі үстірт муфлоны және қарақұйрық, ұзын тікенді кірпі, шұбар күзен, 4 жолақты қара шұбар жылан. Құстардан ұялайтыны қарабауыр шіл, кекілік, ителгі, шөл кекілігі. Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы. Құрылған жылы 1992. Орналасқан жері Шығыс Қазақстан облысы. Тіркелген аңдар мен құстар: бұлғын, аю, сусар, құндыз, борша және тағы басқа. Алтай тау жүйесінің қазақстандық бөлігінің солтүстік батыс жағын Холзун, Көксу және Иванов жоталарын қамтиды. Батыс Алтайға тән өсімдіктер жамылғысының бірнеше типі: қылқан жапырақты ормандар, субальпі және альпі шалғындары сақталған. Қорықта жоғары сатыдағы өсімдіктердің 564 түрі, жануар дүниесінің 161 түрі, құстардың 120 түрі, сүтқоректілердің 20 түрі, балықтың 5 түрі кездеседі. Өсімдіктерден марал оты, алтын тамыр, жануарлардан бұлғын, аю, құндыз, сусар, борша және тағы басқа сирек аңдар кездеседі. Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы. Құрылған жылы 1998. Орналасқан жері Алматы облысы және Шығыс Қазақстан облысы. Тіркелген аңдар мен құстар: аққу, реликт шағала, қаз, тырна. Құстардың 257 түрі. Олардың 12-сі қызыл кітапқа енген. Өсімдіктердің 270 түрі, сүтқоректілердің 21 түрі, қос мекенділердің 2 түрі, бауырмен жорғалаушылардың 3 түрлері бар. Қорықтың мақсаты: Алакөл жүйесіне енетін көлдерді мекендейтін су құстарын, аққу, реликт шағала, қаз, тырна және тағы басқа қорғау. Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы. Құрылған жылы 2004. Қорық шөлді ландшафты зонаның қоңыржай белдеуіндегі таулы жерде орналасқан. Қорықты құру себебі аймақтың эндемикалық өсімдіктерін сақтау үшін және Қаратау жотасы республикада саны бойынша көне жер орта теңіздік өсімдік элементтерінің таралу жағынан бірінші орын алады. Қорықта 1500 өсімдік түрін,
жануарлар дүниесінен омыртқалылардың 227 түрі, соның ішінде сүтқоректілердің 42 түрі, құстардың 114 түрі, балықтың 3 түрі, қос мекенділердің 3 түрі, бауырмен жорғалаушылардың 16 түрі кездеседі. Қызыл кітапқа қара құйрық, арқар, қоңыр тянь-шань аюы, қар барысы, тас сусары кірген. 114 құстың 80-і ұшатын және оның 11 түрі Қазақстанның қызыл кітабына енген.